Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз Қазақстанда жасалған тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақта біз тауар ақша қатынасының қарапайым түрлерін түсінеміз. Тұтыну заттарына деген өз қажеттіліктерін, олардың қайдан келетінін анықтаймыз. Ойлан, суреттерге қара, ақшаға сатып алынатын заттарды ата. Олар сенің үйіңе қайдан келеді? Нені тегін алуға болады? Көптеген салаларға бөлінеді. Еліміз ет, сүт, жарма, нан өнімдерінің сапасы мен бағасы бойынша әлемдік бәсекеге түсе алады. Еліміздің көп өңірлерінде нан өнімдері шығарылады. Елімізде ең дамыған сала ет өнеркәсібі. Балық шаруашылығы еліміздің батыс өңірінде жақсы дамыған. Құс шаруашылығы да елімізде өте жақсы дамыған. Еліміз макарон да өндіреді. Елімізде сондай-ақ сүт өнімдері көптеп өндіріледі. Тәтті тағамдар, сүт өнімдері, ірімшік түрлері, шұжық өндіру, балаларға арналған йогурттар, май өндіру, тәтті тоқаштар, кондитерлік өнімдер шығарылады. Біз отандық өнімдерді қолдаймыз. Қазақстан өз азық-түлік өнімдерімен шетелдерге танымал. Елімізде сондай-ақ қымыз, шұбат өндіріледі. Өнім түрлері. Картаға қара. Қазақстанның аймақтарында қандай өнімдер өндіріледі? Анықта. Ал оны біз қалай анықтаймыз? Ол үшін мынау тоспақтарға қарап, бағыттарды анықтап ал. Сен білесің бе? Қазақстанда көптеген азық-түлік өнімдері шығарылады. Еліміздің солтүстігінде қой шаруашылығы және егін шаруашылығы жақсы дамыған. Ал еліміздің оңтүстігінде бақша, бау-бақша өнімдері жақсы дамыған. Ал еліміздің батысында балық өнімдері шығарылады екен. Еліміздің шығыс өңірінде ара шаруашылығы дамыған. Дастарқандағы ас. Әже, бұл тағамдар дастарқанға қалай келеді? Бұл тағамдар дастарқанға келу үшін көп адам еңбек етеді. Әжесі мен немересінің әңгімесі немен аяқталды? Қалай ойлайсың? Дәмі қандай екен, көрейінші. Әже, жеп көрсем бола ма? Әже, мынау тәтті емес қой, бұл не? Тәтті талқан ба десем, бұл жейтін нәрсе емес пе? Әже? Әрине жейтін нәрсе.
Оған сөз бар ма? Тек жеуге әзір дайын емес. Енді қашан дайын болады, әже? Әже, Ая, не жасап отырсыздар? О, Әлижан, келе ғой. О, диірмен. Талқан ба? Алақай, талқан жейтін болдық қой. Талқан емес, Әли. Талқан емес? Иә. Қызық. Мынау қыстағы әппақ қарға ұқсайды екен. Тәтті емес, Әли. Қалай? Бұл оң ғой балапандарым. Оннан нан пісірем, бауырсақ жасаймын. Нан? Бауырсақ? Иә, оннан нан алынады. Солай ма? Ая, сен бауырсақты жақсы көресің ғой? Иә, жақсы көрем. Мен де. Ая, қарашы. Әппақ, жұп-жұмсақ екен. Ой, Ая, әдемі болып кеттің. Әппақсың. Қазір көрсетем саған. Мәсаған, сен де әдемі болдың. Түрін қарашы, әже. Әліге Әли, Ая, қойыңдар деймін. Онымен, нанмен ойнауға болмайды. Әже, біз нанмен емес, онымен ойнап жатырмыз ғой? Иә, онымен ойнаймыз. Әппақсың, Әли. болмайды. Қойыңдар. Әли, Ая, ас атасы нан дейді халқымыз. Аспен де, нанмен де ойнауға болмайды. Жарайды. Онда, мынамен ойнайық. Иә. Қой деймін, Әли. Өй, мынау қайтеді, қойсаңшы, Әли. Қой деймін. Сыралам. Аспен ойнауға болмайды. Қойсаңшы енді. Бұл бидай ғой. Қой деймін, Әли. Қой деймін, Әли. Әже, сонда қалай? Қойсаңшы, Онда Әли. ас бидайда ас па? Әрине, балаларым. Он бидайдан алынады. Бидайдан он? Иә, міне, мына бидайды мына жерге салып, диірменді бұлай айналдырамын. Бидай диірмен тасымен ұнтақталып, мінекей, мынадай әппақ ұнға айналады. Қызық екен. Әппақ ұн болады. Ұнды қамыр қылып илеп, одан нан, бауырсақ пісіремін. Бауырсақ? Бауырсақты қазанда пісірет. Ошаққа от жағат. Мен көргем, әжем солай пісірет. Иә, әже? Дұрыс айтасың, Аятай. Ақылыңнан айналайын. Солай ма? Ой, ұзақ. Қиын екен ғой бауырсақ пісірген. Бидай, диірмен, ұн, қамыр, ошаққа от жағат. Уф, көп жұмыс екен. Иә, балапандарым, нан оңайлықпен келмейді. Ал бидайшы, ол қайдан келеді? Бидай қайдан келеді деймісің? Иә. Бидай жерде өседі. Жерде? Мхм. Қалай? Гүл сияқты өсе ме? Жерде өседі. Жерде. Әже, түсіндіріп айтып беріңізші, қалай? Бидай өсіру үлкен жұмыс. Бидай егу үшін алдымен егістік жер дайындалады. Көктем мезгілінде бидай жерге егіліп, жаздай өсіп, күзге қарай піседі. Содан соң егін жиналып алынады. Егін? Солай ма, әже? Көп жұмыс екен ғой, әже. Қиын. Қиын екен, әже. Мен оны білмеппін. Солай ма? Солай, балаларым. Нан дастарханымызға үлкен еңбектің арқасында келеді. Сосын диірмен, ұн. Дәл солай, дұрыс айтасың. Иә, әже, оңай емес екен. Еңбекпен. Еңбексіз ештеңе де жоқ. Еңбекпен келеді бәрі де.
Ал енді дүкенде ойынын ойнайық. Сенде 100 теңге ақша бар делік. Сен 100 теңгеңді алып дүкенге келдің. Ал осы тағамдардың ішінен ең қажеттісін ғана сатып алу керексің. Бананды аласың ба? Әлде кәмпит аласың ба? Әлде сүт? Әлде балмұздақ сатып аласың ба? Әрине біз өмірімізге ең қажетті тағам нанды сатып аламыз. Ас атасы нан деп бекер айтпаған. Енді дәптеріміздің 53-ші жұмыс парағын ашайық. Дәптердегі тапсырмаларды орындап көрейік. Балалар, ол үшін біз ботаға көмектесуіміз керек. Бота тағам өнімдерін осылай бөлді. Ботаның қатесін тауып түзет. Суреттерді боя. Бота тағамдарды өсімдік өнімдері және мал өнімдері деп 2 топқа бөлді. Бірақ ол бөлген кезде қателесіп кетті. Ал енді сендер ботаның қатесін табыңыздаршы. Дәптеріміздің 54-ші жұмыс парағын ашайық. Қажетті азық-түлік пирамидасы. Төмендегі сөздерді пирамидаға орналастыр. Ең қажетті заттан баста. Қажетті сөздер: сәбіз, қияр, қызанақ, құлпынай, таңқурай, алма, шие, торт, кәмпит, нан. Ал осы сөздерді ең қажеттісінен бастап, төменнен жоғары қарай жазып шық. Балалар, енді тапсырма орындайық. Суретке мұқият қара. Ерте кезде заттарды қалай сатып алған деп ойлайсың? Сурет бойынша әңгімеле. Екінші тапсырма. Сөздерді оқы. Тауар болып саналатын атауларды ата. Үшінші тапсырма. Сенің отбасында ақша қайда жұмсалады? Сызбаны толықтырып айт. Сұрақтарға жауап бер. Өнімді тегін алу үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Қазақстанда өндірілетін қандай тағам түрлерін білесіз? Үй тапсырмасы. Оқулықтағы 76-шы, 77-ші бетті оқы. Жұмыс дәптеріндегі 53-ші және 54-ші жұмыс парағындағы тапсырмаларды орында.